Сәлеметсіздер ме, қадірменді теледидар көрермендері, армысыздар ардақты ағайын. Қазіргі сіздердің назарларыңызға ұсынғалы тұрған бейнетаспамыз Өзбекстандағы жаңбыршы елінің қоғам қайраткерлері жайлы әңгіме шертпек. Тамашалаңыздар. Қос бұрымдай өрілген қос өзен жылжып ағып, сағасы сарқырап сырға құяды. Суы мол құнарлы топырағына бітпейтін егін жоқ. Өрісте малы жайылып, егісте дақылы жайқалған жер өңірі талай сырға толы. Тамшыға қарап дария бағаланады дегендей, күзді күні өзен жуасып, төсінде ойнаған балығы қызықтырса, кейде көктем айларында буырқанып, тасып, табиғи апатқа соқтыратын шыршық пен ангреннің арнасындағы жазықтықты Шаңышқылының жаңбыршы, балта, сырым, жүнсіз, боқа, аранша, ағанай, бесуыл, тағы басқа рулы елдері мекендеген. Төменгі Шыршық ауданының елді мекендері сол рулардың атымен аталады. Алдыңғы Победа, қазіргі Жұмағұл ауылын көрші ауылдар өнер дарыған ауыл деп те атайтын. Өйткені еңбекке етене жақын жандардың көбі өнерге құмар болатын. Шаңышқыл бабамыздан бастасақ, одан кейін міне жаңбыршы бабамыз, одан кейін Жұмағұл бабамыз, аталарымыз. Мына өмірде біз сияқты көрген білгенін келешекке айтып, міне біз де соның бір ұрпақтары болып жасап, аққан судай, арықтан аққан судай міне кетіп жатыр бәрі. Біз жастарға келешектегі болатын жағдайды, келешекте бір-бірімізді құрметтеуді үйретіп, міне Жұмағұл балдарының өте күшті адамдар шыққанын айтқым келеді. Міне Сәбит Нәлібаев өшерде менің достарым болған, бірге өстік, бірге Қыдырбай көкем біздің ағамыз болған. Мына Тастан көкем біздің ағамыз болған. Бізден кейінгі балдарда сол нелерді жалғастырып кеп жатыр. Әсіресе Жұмағұл балдар. Жұмағұл атамыздың тарқаған ұрықтар. Біздің балаларымыз үстіп тәрбиелеген екен. Біздің атамыздың, одан бұрынғы аталарымыздың бәрін. Солар бастаған өмірде келешектегі ұрпақтар оның достойны осын кешейін әкелді. Мұны бұяғы да осындай өсуіне береді. Жұмағұл ауылында дүниеге келген бір туар ақын, сазгер, музыкант, термеші, туған жердің асыл перзенті Сәбит Нәлібаев 1970-71 жылдары Өзбекстанда алғаш қазақ эстрада аққанат ансамблін ұйымдастырып, 100-ге жуық өнер жастарын тәрбиелеп, халықтар достығын, соның ішінде өзбек қазақ достығын нығайту, дамыту жолында кеңінен үлес қосқан өнер қайраткері. Менің ең шәкіртімнің өзі алды бірінші жаңа мектептен бұрын дүрданелер үлкен болса да, менің бірінші тұңғыш нем десем де болады, бірінші тартқан Алмагүл болды. Дұрыс, иә. Сол театральныйда болса да, конкурстарға басқа не болса, районның атынан алып бара берді. Институттан ақ кетпеймін. Мінекей кейін Мағылда мен Үрбігүл екеуі конкурста жеңіп 71 жылы. Республикалық конкурстан Мұхамеджан Мұрзаев ака алды екеуін таңдап. Осы Жұмағұл ауылында өсіп, үлкейдік, мектепте оқыдық. Мектепте ұстаздарымыздан бірінші оқытушымыз Айтжан ағай Асилов, одан кейін Мамат Карым ағай, Исағай, Даулағай, Сәбіт ағай, Қасет апай, барлығы біздің ұстаздарымыз болған. Олардың білімдеріні алып, біз міне Үрбігүл екеуміз бүтін жер жүзіне айландық. Барлығы осы біздің оқытушыларымыздың бізге берген сабақтары, өрнектерінің арқасынан болды. Осы жаңбыршы елінде туылғаныма, жаңбыршы болып туылғаныма өте қуаныштымын. Тағы да одан артық мен ұстаз осы жерде, осы ауылда, Жұмағұл ауылында мектепте оқып, білім алып, ұстазым Сәбит ағай Нәлібаевтың арқасында, әулесі Құдай, өнер ордасына бардым. Елге танылдым, жұртқа танылдым. Осының бәрі осы ұстаздардың еңбегі. Сәбит ағайдың
бала шағасының аузынан жырып, біздерді өзінің есебіменен конкурстарға қатыстырып, біздің ауылымыз өзі өнерпаздардың ауылы. Просто қазіргі уақытта сол Сәбит ағай жетпей тұрыпты менің назарымда. Сәбит ағай әліге дейін тірі болатын болса, бізден де күштелер шығып кететін осындай талантты ауылым екендігіне мен мақтанамын. Сәбит ағайдың ақындық өнері, Ирсалат жеңшемнің ақындық өнері соншалықты олардың еді. Ал андарға келсек әңгіме жоқ. Замандаста істеді, Дидарда істеді, өлең жазады. Әрбір сөзі бір салмақты, оқығаныңды жүрегіңді дірілдетіп жіберетін сөздер. Барлығы талант, тұрған біткендер талант. Асқар қандай ән салатын еді, қандай дауысы бар еді. Енді оның балалары, немерелері. Ең кішкене Қуаныштың баласы барлық инструментте ойнайды. Осылардың бәрінің тамыры осы ауылда, осы ауылдан шықтық. Мен осы ауылменен өте мақтанамын. Аталмыш ауылда аға буынның ізін жалғастырып, арқалаған аманатына адал жастар да баршылық. Солардың қатарында республикалық қазақ тіліндегі Нұрлы жол газетінде еселі еңбек етіп, әлде қашан өз орнына ие болған Құттыбай Башаров, Айдана Меденова сынды ізбасарларымыз бар. Осы біздің ауылымыздың осындай көркейіп өсуіне осы көп еңбек сіңген адамдар өткен осында. Атап айтып кететін болсақ, үлкен ағаларымыз, Мәккан көкеміз, Байғұл Мәккан көкеміз социалистік еңбек ері атағын алып тұрып, кедеп өсіру бойынша жоғары табыстарға жеткен. Одан кейін атап кетсек, ауылымызда Қыдырбай көкеміз өткен. Ауылымыздың өшірде бас бұғалтыры қызметінде жұмыс істеді. Одан кейін Қалбек атамыз осы аудан бойынша қазақтардың ішінде ең бірінші тракторшы болып, соғысқа дейін тракторды басқарып келген. Колхозымызда бас агроном болып жұмыс істеген, колхоздың рәйісі болған Исматов Жорақұл көкеміз Ленин орденімен марапатталған. Сондай өскен, өнген елде тұрамыз. Соған біз мақтаныш тұтамыз. Өзбекстан Республикасының төсбелгілерімен марапатталған жаңағы ағаларымыз бар. Міне Салбай Базарбай ағамыз бар, Тастан бабамыз Нахипов, және Жолдыбай ата ауылына өтетін болсақ, соғыс ардагер Жолдас Ахметованың ұлдары Қалдар көке жолдасып, менің өзімнің білгенім ол кісі сол Москвада институт бітіріп, Жызақ облысына ауылдың обком дейміз, қазіргі облыс әкімшілігінде істеп жүріп, кейін республика госпланда істеп, сол кейін вазирлер mahkamasында талай жыл сол жер ресурстары бойынша вазир болып істеді. Айдар көкемді айтатын болсақ, ол сол Өзбекстан Республикасында налог системасында 4-5 генерал болса, соның бірі сол генерал ағамыз. Мына Омырзақ көкем талай жыл осы жерде өзіміздің ауданда, Аққорған ауданында сол салық бөлімін басқарып келді. Мына Омар ағамыз талай жыл сол Ташкент қаласында кейде істеп, қазір мына Ташкент қаласында тұрып жатыр. 10-шы каналды иықтап отырған алдыңғы Комсомол мен Чапаев ауылдары қазіргі күнде ынтымақ бірлігі жарасқан Жаңбыршы ауылы деп аталады. Аумақтағы Жаңбыршы ауылында да мақтан тұтар тұлғалар көп ақ. Солардың қатарында ұлағатты ұстаз Тұрдыбай Қалдыбаевтың орны бөлек. Ұзақ жыл Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогика университеті қазақ тіл және әдебиет кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарған филология ғылымының докторы, Достық орденінің иегері Тұрдыбай Қалдыбаев еңбек жолын туған жеріндегі 24-ші мектептен бастады. Оның туа біткен дарыны мен қабілеті, ізденімпаздығы, әсіресе ғылымға деген құштарлығы көп жыл Өзбекстандағы қазақ мектептеріне кадрлар даярлаудай жауапты да машақатты міндетті атқаруға негіз болды. Бүгінгі таңда ұстаздың шәкірттері Өзбекстанда ғана емес, Қазақстанда да қазақ балаларына ана тілінде білім беріп жүр. Біздің де ауылда даналы, зиялы адамдар көп болған. Ұлы Отан соғысының ардагері Алашбаев Зұлпан бабамыз. Соғысқа қатысқан ардагер. Ал соғыстан кейін колхозымыз Киров атындағы колхоз болған. Ал колхоз бригадтарға бөлінген. Біздің ауылымыз 6-шы бригад болған. Сол 6-шы бригадта Алашбаев Зұлпан бабамыз басқарған, қызметін көрсеткен, еңбегі сіңген ардагер. Шыншыл адам болған, тура сөз болған, халыққа өте пайдасы тиген. Қызыл ту орденіменен, тағы да халықтар достық орденіменен марапатталған. Кейіннен ауылымыздан шыққан ағаларымыз халықтың атаның баласы емес, халықтың баласы болды дейді.
Лаханов Қуаныш ағамыз да бар. Ол да ішкі істер министрлігінде істелген, талай халыққа, мына ауылымызға пайдасы тиген. Ағаларымыздың жолын қазір күнде ізін басып қуып келе жатқан, жаңбыршының туын биіктерден көрсетіп келе жатқан Лесбаев Ағабек, Құдайбергенов Ерлан, мына Жұман Төлтен інілеріміз бар. Сол ағаларымыздың шәкірттері жолын қуып келе жатыр қазір күнде. Бүгінгі күні ауданның ғана емес, республиканың абыройын әлемдік аренада асқақтатып жүрген жас жеткіншектердің бар екені мақтанарлық жайт. Міне бүгін жаңбыршы елінен шыққан атақты білімді адамдар турасында көп әңгімелер болды. Соның арасында менің неберелерім де осы спорт жағынан осы жаңбыршының атағын шығарып жүріпті деп ойлаймын. Міне менің 3 неберем стол теннисімен шұғылданады. Міне 2 неберем Өзбекстан чемпионы. Үлкен халықаралық жарыста да жеңімпаз болды. Міне жақында өткен халықаралық жарыста 2 возраста чемпиондықты алды. 17 жас пен 19 жаста. Міне одан мен өзім құрсамын осы жаңбыршының еліміздің атыны көтеріп жүргендері үшін. Біз жаңбыршы ауылынан шығып алдыңғы Ақын Бабаев, қазіргі Шыңғыс ауылына қарай ат басын бұрдық. Ыстық ықыласпен күтіп алған ауыл ақсақалы Абдыразақ Мамыров өзен суын көктем тастады. Адам қадірін еңбек асырады деп, еселі еңбектерінің арқасында елге қадірлі болған жерлестері жайлы әңгіме өрбітті. Бұл ауыл Ақын Бабаев ауылы деп аталады. 2 ру жасайды бұл жерде. Жаңбыршы ру, 5 ұл ру болып. Бұлар қазір ағайын болып, құда жекжат болып, қыз алыс, қыз беріп, мұны сол құда жекжат болып кетті. Ал енді осы ауылда үлкен мектеп құрылды. Мектепте талай оқушылар оқыды. Олардың ішінде танымалы, белгілі оқытушыларымыз да бар еді. Қазір олардың біразы Алматыда, біразы Бияқта. Бұл жерден Қосымбетова Салтанат деген доцентіміз бар ирригацияның үстінде. Қазақстанда Нарымбетов Сәбит деген оқушымыз бар. Ол ояқта үлкен бір хирургия отделениесін басқарады. Дәрігер. Сол тұлғалар шығаруда себепші болған осы жерде біздің ұстаздарымыз өте көп. Соның ішінде Нарымбетов Мәдәлі деген, Қалмен Тойшы деген, Қалмен Жұманағай деген, және басқа оқытушылар көп. Мұны солардың тәрбиесін, солардың білімін алып, сол оқушылар оқып, сондай дәрежеге жетіп отыр. Одан басқа оқушылар біз де солардың тәрбиесін алып, университет бітіргенбіз. Сонымен бірлікте менің достым мынау Құрманбек Жұматаев, бірге оқығанбыз, бірге өскенбіз. Оның перзенті Ернар деген қазір Астанада жастар театрын басқарды. Жұматаев Ернар Құрбанбекұлы осы Шыңғыс ауылының тумасы. Қазірде атажұрттың астанасында жауапты қызметін атқарып жүрген азамат, өнер саласының майталманы. Бауырымыз 2018 жылы құрмет орденінің, 2019 жылы еңбек даңқы төс белгісінің иегері атанды. Әкеден ұл туса игі, әкенің жолын қуса игі демекші, Ернар Құрбанбекұлы қайда болмасын, туған жердің абыройын асқақтатып, көпке үлгі болып жүргені қашанда болсын бізге зор мақтаныш. Бұл мектептің түлегі болған Нарымбетов Бахадыр Мәдәліұлы қазіргі күнде Шымкент қаласының зам әкімі қызметінде істеп жүр. Үй қасында биік төбе болса, ерттеп қойған аттай, көпті көрген қария болса, жазып қойған қаттай демекші, әр ауылдың қадірлі қариялары сол жерге құт береке, мейір шапағат, кейінгі ұрпаққа үлгі өнеге болып, сәуле нұрын таратып отырады. Міне осындай өмірлік тәжірибелері мол, қадірлі батагөй қариялармен Егізата ауылындағы 9-шы мектепте кездестік. Егіз ауылы ежелден өркендеп өскен жасы азаматтар, ел басқаратын кісілер, сауатты кісілер жетіп шыққан. Дәуренбек өмір деген ініміз бар. Пән кандидаты, институт талажын сауап берген, қазір уақытта демалыста. Мына көріп отырған мектебіміз
1926 жылы құрылған. Келесі жылы Құдай қаласа 100 жылдық тойын тойлаймыз, аман болсақ. Бұл жерде талай үлкен ұстаздар істеген. Мәселен, Кенебаев Шыныбек, Омаров Бейжан, Оразбаев Хамид, Келеберді Әбешев Ақмағай, Құрымбаев Дайрабай, Тұртаев Камал секілді. Кейінгі поколение енді біз. Енді мектебімізде шаң кадрлар санай берсек өте көп. Мұны ең басынан Серікбай Бәкір деген ағамыз. Ән достыры. Бәкір Серікбаев Төменгі Шыршық ауданының ғана емес, бүкіл республиканың мақтанышы. Ғалымаға саналы ғұмырын ирригация және мелиорация саласын дамытуға арнаған. Еңбек жолында оның 3 оқу қолтаңбасы, 7 монографиясы мен 200-ден астам ғылыми әдістемелік жұмысы жарық көрді. Бұдан тыс ұстаз ретінде 12 ғылым кандидаты мен 5 ғылым докторына жетекшілік еткен. Ең бірінші айтатын болсам, жанында отырған Шүрінбек ағайымыз. Мектепте 20 жылдай директор болған. Көп балдарды өндірген, мұғалым болған, институттары бітірген балдар бар. Сонымен қатар ауылымыздың ең ақсақалы 60-70 жылдары Асан деген ағамыз болған. Асан деген ағамыз осы елді басқарып жүрген адам. Ол да жігіт ағасы болған, елді басқарған, тыныштық болған. Одан кейін айтатын болсақ, Кәдірбек деген ағайымыз болған. Кәдірбек деген ағайымыз Омна Шүрінбек ағайының әкесі. Ол да өте қызмет қылған адам болған, ордендары болған оның. Кейін енді батырлар дейтін болсақ, соғыста қатысқан Аманбай деген ағамыз болған. Аманбай деген ағамыз 2 Слава орденін алған, даңқ орденін. Одан кейінгі келетін болсақ, мына Алтынбек деген ағаларымыз бәрі де соғыстарға қатысқан, елге қызмет қылған, кейін келіп ауылды өркендетуге жәрдем берген, істеген. Мен құрылысшымын, 30 жыл құрылыста істедім мына ПМК-да. Мен Дүрет ауылдың тумасымын. Енді біздің Дүрет ауылда енді Таман көкем бар, Жүсіп көкеміз бар ағамыз. Кейін Перде көкемдер бар, ұста оған 41 жылдары. Абдрахман көкемдер бар. Мұны алдымызда отырған Махмет көкем бар сөйлеген. Неше жыл қыбыр кетеді, 40 жыл, 50 жыл колхозда тракторист болып істеген, мен естінген осындай ағаларым жүре көп бізде. Жаңбыршы елі мекендеген Шыршық жағалауы құт дарыған қасиетті мекен. Халқы қарапайым, еңбекшіл де жаңашылдыққа жаны құмар. Заманына сай ауылдан сан түрлі саланың саңлақтары шығып, өркениет пен даму үдерістеріне өзіндік үлестерін қосады. Тіршіліктің тұтқасы сыйластық деп бекер айтпаған ғой халқымыз. Өйткені елдерде болып жатқан жаңа өзгерістердің, табыстардың, жетістіктердің бәрі де осы сыйластықтың арқасы емес пе? Міне бүгінгі келген қонақтарды құшақ жая күтіп алып, ақ ниетпен дастархан жайып, ас беріп жатқан Жаңбыршы елінің бүгінгі жиыны да сол ауызбіршіліктің, сыйластықтың бір көрінісі. Ниеттеріңіз қабыл болсын, бауырлар. Бүгінгі жиынға ақ тілекпен келген құрметті де қадірлі қонақтар, сіздердің әрбіріңіздің шаттығы шалқыған шаңырақтарыңызға алдағы шуақты нұрлы күндер өзінің жақсылық дәні мен бақ дәулетін сыйласын. Шаңышқылы ұрпағының келесі берекелі де мерекелі игі шарасында өздеріңізбен дидарласу тағы да нәсіп етсін.